Баршаңызға сәлем. Бүгін біз британдық психопат фильмінің сюжетін талдайтын боламыз. Кейн Бёрджес, Англияның ең қатал Белмаш түрмесінде 7 жыл бойы қамауда отырған тұтқын. Бұл жерде ең қатыгез кісі өлтірушілер мен қаныпезерлер жазасын өтейді. Бақылаушылар жігітті қатерлі ісікке шалдыққан анасына ауруханаға алып келеді. Алайда Кейн анасымен қоштасып үлгермейді, өйткені ол жігіткелерден сәл ғана бұрын көз жұмады. Жігіт қайтыс болған анасын көргенде өз сезімін сыртқа шығармайды. Бірақ қайтар жолда, лифт ішінде ол күзетшілерге шабуыл жасайды. Кейн жекпе-жек өнерінің шебері, сондықтан ол барлық бақылаушыларды тез жайратып салып, қашып кетеді. Жігіт еш кідірместен жекеменшік пабқа барады, бірақ оның жолын екі күзетші бөгейді. Кейн бірнеше жойқын соққымен оларды жерге сұлатып түсіреді де, мекемеге баса көктеп кіріп барады. Стойка артындағы батыл қыз Кейнді өз адамдарының бірі деп ойлап, оған сыра құйып береді. Сырасын асықпай ішіп тұрған жігіт жергілікті банда мүшелерінің өзара әңгімесін тыңдайды. Олар топ мүшелерінің бірін-бірі өлтіріп кеткендіктен уақытша тығыла тұруды жөн көрген екен. Тюн оқиғаның қалай болғанын баяндап береді. Бандиттің нұсқасы бойынша олар әдеттегідей тар көшеде есірткі сатып тұрған кезде кенеттен бір бейтаныс адам пайда болып, оларға ұзақ әрі қадала қарап тұрып алады. Тюнның Руг есімді досы бұл бейтанысқа сабақ бермек болып, оны бетінен ұрып жібереді. Алайда ер адам соққыдан оңай жалтарып, шапанының астынан балта суырып алады да бандиттің қолын шауып түсіреді. Тюн сол сәтте тар көшеге сіңіп кеткен бейтаныс адамның соңынан тұра ұмтылғанын қосып қояды. Мұны естіген Кейн қарқылдап күліп, мұндай әлжуаз адамнан ешкімнің қашпайтынына сенімді түрде Тюнді келеке ете бастайды. Келген қонақ бейтаныс адам көшеде оған қарай беттеген кезде бұл Тюнның өзі қашып кеткенін айтады. Тюн бұған қатты ашуланады. Кейн Байып пен Ругты өлтірген дәл өзі екенін меңзейді. Осы кезде барға есін енді жиған екі күзетші баса көктеп кіріп келеді. Алайда олар тек қайтадан таяқ жеу үшін ғана келгенде еді. Қонақ екі ұңғылы мылтықты суырып алып, бандиттерден өздерінің бастығы Линкольнге қоңырау шалып, оны осында шақыруын талап етеді. Шуға бастықтың оң қолы Хайт шығады да, агрессивті қонақтың Линкольннің інісі екенін бірден таниды. Хайт қалғандарына Кейннің кім екенін түсіндіріп, бұл жігіттің түрмеге өз ақымақтығынан түскенін мәлімдейді. Кенеттен бұзақылардың бірі Кейнге тұра ұмтылады. Сол кезде жігіт еш ойланбастан оның аяғынан атып жібереді. Бандит ауырсынғаннан қатты айқайлайды. Бұл Кейннің жынына тиіп, қарсыласын есінен танатындай етіп ұрып тастайды. Хайт Кейннің Ругты өлтіргеніне сенбейді. Сол кезде жігіт дәлел ретінде үстелдің үстіне бандиттің шабылып түскен қолы бар қапшықты лақтырады. Бұдан кейін оның достары бірден жым-жырт бола қалады. Кейн Хайтқа бастыққа қоңырау шалып, оны тез арада осында шақыруды бұйырады. Содан соң ол жиналғандардың барлығына өзінің қайғылы оқиғасын баяндап береді. 7 жыл бұрын Кейн болашағынан зор үміт күттіретін жекпе-жек шебері еді. Бір жекпе-жек кезінде Линкольн, Хайт және бастықтың есепшісі Сток жігіттің жеңілісіне ірі көлемде ақша тігеді. Алайда Кейн рингте өзінің қызба мінезін тізгіндей алмайды. Сөйтіп келісімге қарамастан қарсыласын жеңіп шығады. Осы оқиғадан кейін Кейн ағасынан қарызға ақша алып, өзінің жекеменшік жекпе-жек залын ашу үшін оған барады. Линкольн бұған жауап ретінде жақындарына қарызға ақша бермейтінін айтады. Алайда ол інісіне жақсы ақы төленетін бір шағын тапсырма орындауды ұсынып, Кейнді нұсқаулық алу үшін Хайтқа жібереді. Хайт Кейнге кеңседен шығатын әйелден шағын пакетті ұрлап, оны қарамағындағы адамдардың біріне әкеліп беру ғана керектігін айтады. Жігіт еш қиындықсыз пакетті тартып алады. Алайда әйел өмірі осыған байланысты болғандай, қылмыскердің соңынан жанталаса қуамын деп, кездейсоқ көлік дөңгелегінің астына түсіп мерт болады. Көрген жағдайдан есеңгіреп қалған Кейн оқиға орнына келген полицейлерге еш қарсылықсыз беріледі. Жігітті детектив О'Хараға алып келеді. Детектив ұсталған жігітке ағасының түрлі бейшараларға қарызға ақша беретін банда құрғанын түсіндіреді. Одан кейін бұзақылардың бірі сол ақша салынған пакетті ұрлап кетеді. Қарыз алушы үлкен сомаға қарыз болып қалып, көп ұзамай бүкіл мүлкінен айырылады екен. Детектив Кейнге банданы тергеу ісінде бірлесіп жұмыс істеуді ұсынады. Алайда тұтқын ағасын сатып кетуден және оған қарсы қандай да бір түсініктеме беруден бас тартады. Көп ұзамай Кейн жемқор сержант Эванстың қолына түседі. Ол жігітті күшпен сөйлетпек болады, бірақ Кейн берілмек түгілі, зұлым полицейге лайықты тойтарыс береді. Нәтижесінде Кейнді тұтқындар еттартқыш деп атайтын Англияның ең қатал Белмаш түрмесіне 5 жылға қамайды. Теміртордың артындағы алғашқы күні Кейнге дәу тұтқын шабуыл жасайды. Көп ұзамай оған тағы бірнеше қаныпезер қосылады. Жаңадан келген жігіт жанталаса қарсыласады, дегенмен тұтқындар оны ұстап алып, қатты соққымен Кейннің бірнеше алдыңғы тісін қағып түсіреді. Жігітті бірден түрме госпиталіне жібереді.
Ондағы жергілікті дәрігер Кейннің қалыпты имплант салып беру туралы өтінішіне қарамастан, оған ескі темір протездер орнатып береді. Жігіт бұған тез үйреніп кетеді, тіпті өзінің сұсты келбетінен ләззат ала бастайды. Біраз уақыттан кейін миссис Бёрджес ұлының жағдайын білуге түрмеге келіп, Линкольннің жақсы адвокат жалдаудан және інісіне бұл жерден шығуға көмектесуден үзілді-кесілді бас тартып отырғанын айтады. Ағасының қолдауына қатты үміттенген жігіт бұған қатты мұңайып, өз камерасына оралады. Жаңадан келген Кейн ешкімге тиіспей. Алайда басқа тұтқындар белгісіз бір себептермен Кейнге өте агрессивті мінез танытып, оны үнемі сабап тастауға тырысады. Жігітке оларға не жазып қойғанын түсінбестен, ондаған қатыгез қаныпезерге қарсы тұру үшін сағаттап табанды түрде жаттығуға тура келеді. Бірде ауладағы кезекті төбелес кезінде Кейн шабуылдаушылардың бірін аяусыз сабап тастайды. Ол жаңадан келген жігіттің басы үшін оның өз ағасы Линкольн 20.000 фунт уәде еткенін, сондықтан түрмедегі көптеген адамдардың оның көзін құртуға тырысып жүргенін мойындайды. Дерлік әрбір төбелестен кейін жігіттің беті мен денесінде жаңа тыртықтар пайда болады. Бақылаушылар жігітті карцерге қамайды, ал түрме басшылығы оның жаза өтеу мерзімін ұзарта береді. Бұл қорғану мақсатында болғанына қарамастан, тұтқындар Кейнмен күресте ең лас әдістерден де тайынбайды. Олар напалм деп аталатын күйдіргіш қоспа жасап, оны қатты күйдіріп тастайды. Оның жалғыз мақсаты осы төзгісіз жағдайда аман қалу болады. Кейннің қартайған анасынан қатерлі ісік табылған кезде, детектив О'Хара жігітке анасын ауруханаға барып көрудің орнына ағасын ұстап беру туралы келісімді қайта ұсынады. Кейн келіседі, бірақ анасымен қоштасып үлгермейді. Ал түрмеге қайтар жолда күзетшілерді ұрып соғып, қашып кетеді. Кейн өз әңгімесін аяқтаған кезде, Хайд жігітке дөрекі сөйлеп, құр сөзден іске көшуді талап етеді. Бұған жауап ретінде Кейн гангстерді тізе бүгуге мәжбүрлейді, егер ол сабасына түспесе, атып тастайтынын айтып қорқытады. Көп замай папта өзін агрессивті көңіл күйдегі інісі күтіп тұрғанынан бейхабар Линкольн бірнеше сыбайласымен бірге келеді. Жігіттің неге туған ағам мені өлтіруге тапсырыс берді деген сұрағына, Линкольн сенімді адамдары Кейннің оны сатып кеткенін хабарлағанын айтып жауап береді. Тергеуде Кейн өзін сержант Эванс сатып кеткенін, оның бандиттерге жігіт тергеуде бәрін айтып берді деп өтірік айтқанын әлдеқашан түсінген еді. Алайда жігіт Линкольннің оған емес, жемқор полицейге сенгеніне сене алар емес. Осыдан бірнеше сағат бұрын Кейн сержант Эвансты тауып, оны қатыгез жекпе-жекте өлтірген болатын. Осыдан кейін Линкольн райынан кілт қайтып, інісіне бейбіт түрде тарасуды ұсынады. Ал Хайд, керісінше, шыдамы шегіне жетіп Кейнге, сондай-ақ осы жылдар ішінде олар алдап соққан барлық бейшараларға тіл тигізе бастайды. Кейн көп ойланбастан екі ұңғылы мылтықпен атып, Хайдтың басын қанды ботқаға айналдырады. Өз адамының өлімін көрген Линкольн қатты ашуланады, ал Кейн әлі бітірмегенін айтады. Содан соң ағасына оның көп миллиондық банк шоттарын толығымен босатқанын көрсетеді. Бұған дейін Кейн Стоукстың үйіне кіріп, оны барлық бандиттік ортақ ақшаны осы жылдар ішінде олар алдаған адамдардың шоттарына теңдей етіп аударуға мәжбүрлеген еді. Кейн ағасында қарамағындағылардан басқа түк қалмағанын мәлімдейді. Содан кейін ол өзінің әлі шаруасы бітпеген Линкольннен басқаларына бұл жерден аман-есен кетуді ұсынады. Кенеттен оның басына бөтелкемен ұрады да, қатыгез төбелес бұрқ ете қалады. Бұл төбелесте жігіт шабуылдаған қаныпезерлерге сенімді түрде қарсы тұрады. Тюн әдеттегідей қашып кетеді, бірақ көп замай тапанша пулеметпен қайтып келіп, оқ жаудырады. Алайда ақымақ өз досын атып өлтіреді. Содан кейін оның қаруын тартып алып, бірнеше қарсыласын атып тастайды. Ал қалған гангстерлерді жігіт қолда бар заттармен ұрып өлтіріп, өзі де бірнеше ауыр жарақат алады. Ақырында папта тек Кейн мен Линкольн ғана тірі қалады. Линкольн інісінің сатқындығы туралы қауесеттер тарағаннан кейін оған өзі тапсырыс бергенін мойындайды. Гангстер қылмыстық ортадағы беделін жоғалта бастаған екен, ал ол бұған еш жол бере алмас еді. Ақыры шындықты ашқаннан кейін, Линкольн екі ұңғылы мылтықты жұлып алып, еш күмәнсіз шүріппені басады. Бірақ оның ішінде оқ болмай шығады. Мұны білген Кейн оңбаған ағасына қатысты өз қорытындыларында қателеспегенін түсінеді. Екеуі қатыгез жекпе-жекті бастап кетеді. Нәтижесінде Линкольн ішінен пышақпен өлімші жарақат алады. Қансыраған Кейн ештеңеге назар аудармастан, күші таусылып жақын жердегі орындыққа отыра кетеді, бастаған ісін ақыры аяғына дейін жеткізгеніне жымияды. Көп замай детектив О'Хара Кейннің ағасының барлық шоттарын босатып, бандиттердің ақшасын оның көптеген құрбандарына теңдей аударып жібергенін анықтайды. Сізге британдық психопат киносы ұнады ма? Пікір қалдырып ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.